2024 жылдан бері наурызнама 10 күндік форматта өтуде. 18 наурыз ұлттық киім күні. Бұл күн ұлттық киімдерді дәріптейтін күні. Ұлттық киім күні наурыз мерекесінің ең маңызды күндерінің бірі болып саналады. Қазақтың ұлттық киім мәдениетін таныту, жастардың ұлттық дәстүрге деген қызығушылығын арттыру, ұлттық стильді қазіргі сәнмен ұштастыру, дизайнерлер мен қол өнершілердің еңбегін дәріптеу болып саналады. Ұлытау облысы Ғанбебап кітапханасы жеке кәсіпкер, отандық өнім өндіруші, ұлттық бренд дизайнері Фариза Мұсабектің шығармашылық әлеміне жеке ательесіне келіп тұрмыз. Қайырлы күн, Фариза ханым. Ұлттық киім дизайнер ретінде сізге бірнеше сұрақтар қойсақ. Сәлеметсіз бе, жақсы. Сізге қояр бірінші сұрағым, ұлттық киімнің дәстүрлі элементтерін қазіргі заман стиліне қалай бейімдейсіз? Ұлттық киім бұл тек сән емес, ол біздің тарихымыз бен мәдениетіміздің бір бөлігі. Сондықтан мен дәстүрлі элементтерді сақтай отырып, олардың қазіргі заман талабына сай бейімдеуге тырысамын. Мысалы, бұрынғы камзол немесе ұлттық нақыштағы кестеленген заманауи пішімде жилет, корсет сияқты киімдерді енгіземін. Сонымен қатар қазіргі жастардың өмір салтына сай ыңғайлы және жеңіл күнделікті киюге болатын модельдерді жасауға мән беремін. Осылайша ұлттық стильді өзінің мәнін жоғалтпай жаңа заманауи үлгіде үйлестіремін. Келесі сұрақ, қандай материал мен өрнектерді пайдалану тиімді болады? Ұлттық стильдегі киімдерде материал таңдау өте маңызды. Мен көбінесе сапалы әрі ұзақ уақыт сақталатын материалдарды қолдануға тырысамын. Мысалға, барқыт, жакард, дак, оюлы маталар, мақта араласқан маталар, сол сияқты табиғи маталар мысалға ұлттық киімдерге өте жарасымды. Ал өрнектерге келсе, қазақтың дәстүрлі ою өрнектерін қолдану арқылы киімдерге ерекше мән беріп, ұлттық сипатты беруге болады. Бірақ олардың қазіргі сәнмен үйлесімді ету үшін кейде таңдап, яғни минималистік түрде пайдаланамын. Бұл киімдерді әрі сәнді, әрі заманауи етіп көрсетеді. Брендті дамытудағы ең үлкен жетістігіңіз қандай? Мен үшін брендтің ең үлкен жетістігі ол адамдардың сенімі мен қолдауы. Клиенттер менің тіккен киімдерімді киіп, қуанып жүрген кезде және де қайтадан тапсырыс беріп жатса, мен үшін үлкен бақыт. Сонымен қатар ұлттық стильдегі киімдерді жастар арасында сұранысқа ие бола бастауында қуантады. Бұл менің еңбегімнің нәтижесі ғана емес, ұлттық мәдениетке деген қызығушылықтың артатын белгісі деп ойлаймын. Жеке бренд ашқысы келетін жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең алдымен өз ісіңізді шын жүректен жақсы көру керек. Себебі кез келген істің басында қиыншылықтар болады. Бірақ табандылық пен еңбек адамды алға жетелейді. Сонымен қатар жастарға өздерінің ерекше стилін табуға, сапаға мән бергені дұрыс, және де клиенттермен дұрыс байланысты орнатуға кеңес беремін. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде брендті дамытуға мүмкіндіктер көп. Егер де адам өз ісіне сенсе және де үнемі дамуға тырысса, кез келген брендтің болашағы үлкен болады деп ойлаймын. Фариза ханым, осындай мәнді, мағыналы сұхбатыңыз үшін рахмет. Сізге де рахмет.